Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін өзімнің авторлық салатым керемет майонезсіз богатый салат деп аталынатын рецептпен бөліскелі отырмын. Бұл менің өзімнің ойдан шығарған салатым десем де болады. Ең бірінші қажетті заттар: қияр және қызанақ, сәбіз кішкене, 3 осындай сарымсақ, қима қажет, жүгері, осындай кішкентай алсаңыздар да болады. Және мына жерде менде кедровый жаңғақ, кедір жаңғағы, я болмаса шемішкен дәнегін алсаңыздар да болады. Және кешью, ащы қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш, тоз, қосымша осындай кристалл қоссаңыздар болады, кунжут, вегетаның етке арналған дәмдеуші, я болмаса кебапқа арналған шашлычный деген дәмдеушін қоссаңыздар болады. Кисло-сладкий соус өте керемет қылады салатты. Және соевый соус, оливковый май, зәйтүн майы. Ең алдымен бізде қызанақты осылай өте ыстық суға жібітіп алуымыз керек, сыртында қабығы тез аршылу үшін. Егер де қабығымен салатын болсақ, онда қуырылған кезде қызанағымыз ащы дәм береді. Қиярларымызды осындай ірі көлемде етіп турап аламыз. Бұны қазір мариновка жасау үшін осылай алдын ала турап дайындап қоямыз. Рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын. Және сәбізді кішкене ғана бөлігін осылай үккіштен өткізіп алып, міне чимчи сияқты етіп турап, кішкене қара бұрышты дәміне қарай, көп қоспаймыз. Шамалы қастың ұшындай ғана қосып жатырмын. Паприка, ащы бұрыш, кристаллик, тоз және кішкене бір шай қасықтың көлемінде ғана соевый соусымызды құямыз. Міндетті түрде сарымсақты қосуды ұмытып кетпеңіздер. Болды, осы біздің мариновкамыз болады. Кішкене дәмі бұрыштың, тұздың, соустың дәмі сіңу үшін қойып қоямыз. Енді келесі кезекте зәйтүн майын кішкене ғана құйып, жаңғақтарымызды қуырып аламыз қызарғанша. Көп құюға болмайды, себебі зәйтүн майының майлылығы да жақсы, әрі мынау жаңғақтардан да өзі май бөлінетін болады. Сондықтан да қатты көп май құюдың қажеті жоқ. Және мына аршылған қызанағымыздың сыртын тазалап алып, осылай майда етіп турап, сарымсақпен бірге қосып турап аламыз. Екеуін бірге қазір зәйтүн майына қуырып аламыз. Ал мына қиманы керегінше дәмдеушілер қосып, осылай паприка, қара бұрыш, кристаллик, тоз сияқты барлығын салып, біркелкі етіп араластырамыз. Және де бір жұмыртқаның осындай ортасындағы сарысын қосып, кішкене бір қасық ұн саламыз. Осылай шамалы біркелкі етіп араластырып болған соң, міндетті түрде осылай қатты фаршымыздың басын біріктіру үшін осылай қасықпен көтеріп лақтырып отырамыз. Осындай майда дөңгелекшелер, фрикадельки жасап шықтым. Енді осыны жаңағы қуырылып жатқан қызанақпен сарымсақтың үстіне салып, кішкене булап, шамалы піскенше, дайын болғанша қойып қоямыз. Осының барлығын бағанағы мариновкада тұрған қиярымыздың үстіне салып, үстіне жүгерімізді және де қуырылған кунжутымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Міндетті түрде кисло-сладкий соус қосамыз. Ең үстіне болған соң сыр, не болмаса көкшіп қоссаңыздар да болады. Салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Балалардың өзі жетіпті сүйсініп жейтіндей өте керемет салат болып шығады. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.